саламатсыздар ма, оқушылар? Міне, біздің өтетін бүгінгі сабағымыз дидактикалық ойындар арқылы қазақ тіл әлеміне саяхат жасайды екенбіз. Сабағымыздың бүгінгі мақсаты оқушының, яғни біздің көрнекі бейнелік ойлау арқылы түсінгенімізге қарай сөздерді байланыстырып сөйлеуге үйренеміз. Екіншіден, танымдық әрекетін дамыту, яғни ситуациялық жағдайлардан шығып, дағдыларды қалыптастырып, логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерімізді жетілдіреді екенбіз. Тағы да үшінші мақсатымыз жылдам ойлауға, мәдениеттілікке, ұқыптылыққа тәрбиеленеді екенбіз бүгінгі сабағымызда балалар. Ендеше сабағымыздың бүгінгі дидактикалық қазақ тіл әлеміне дидактикалық ойындар арқылы шолу жасаймыз, тапсырмалар орындаймыз ойындар арқылы. Ендеше ойынның бірінші тапсырмасы сөз тізбек деп аталады екен. Бұл сөз тізбек ойынымыздың мақсаты, яғни сөздік қорымызды байытамыз. Байланысты, яғни логикалық байланысты жалғастырамыз, есте сақтау қабілетіміз артады екен. Яғни балалар, қараймыз. Біздер мысалы үшін мен бір оқушы кез келген сөзді айтады. Мысалы, Жанболат қалам деген сөзді айтасыз. Жанболат қалам деген сөздің артында балалар соңында қандай әріп естіліп тұр сіздерге? М дыбысы, М деген әріп естіліп тұр екен, М дыбысы естіліп тұр. М басы әрібі М сөзінен келетін сөз айтайық. Қандай да бір сөз. Қандай сөз айтуға болады? Мысық. Жанболат айта ғой. Мысық. Мысық деген сөздің соңында қандай дыбыс келіп тұр? Қол көтеріп айтамыз. Мысық деген сөздің соңында қандай дыбыс келіп тұр? Қандай сөз айтуға болады? Қа дыбысынан басталады. Қарлығаш. Қарлығаш. Қарлығаш деген сөздің соңында қандай әріп келіп тұр, балалар? Қандай дыбыс естіп тұрсыздар? Қарлығаш. Ш. Сол сияқты, біз мысал келтірдік. Солай ма? Қазір бірінші Рамазаннан бастаймыз. Содан Жанболат, одан кейін Толғанай үшеуміз бір-бірімізге ауысып, не істейміз, сөздер айтып, сөз тізбек жасайды екенбіз. Жарай ма? Бірінші Рамазан бастай ғой. Орнынан тұра ғой. Қандай сөзді? Қандай да бір сөз айтсаң болады? Қарындаш. Қарындаш. Қандай дыбыс келіп тұр? Жанболат. Сөздің соңында қандай дыбыс келіп тұр? Қарындаш. Ш. Ш дыбысы келіп тұр, Ш. Ш дыбысынан келетін сөз айтамыз. Шана. Шана. Дұрыс. Ш дыбысының шана сөзінің соңында қандай әріп естіп тұрсың, Толғанай? Орнынан тұра ғой. Шана сөзінің соңында қандай әріп естіп тұр? Тамаша. А дыбысынан келетін сөз айтамыз. Алма. Келесі тапсырма кімге? Рамазан. Рамазан. Орнынан тұр. А дыбысынан келетін сөз айтамыз. Ағаш. Ағаш. Келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмада артық суретті тап дейді. Біздің келесі тапсырмамыз. Яғни артық сурет, бұл жерде балалар суреттер берілген. Бұл жерде біздің суретті көру арқылы артық затты табамыз. Және оның артықшылығы туралы түсінігімізді айтамыз. Жарайсың. Рамазан келе қойшы. Суретке қараймыз. Бұл жерде артық суретті табамыз. Және оның артықшылығы туралы әңгімелейміз. Бұл жердегі суретте артық зат не? Доп. Жақсы. Айналасындағы нелер түсінік берші? Айналасындағы жануарлар. Қандай жануарлар? Түйе. Қандай жануарлар? Үй жануарлары ма? Үй жануарлары және? Далалық. Дала жануарлары. Керемет. Бұл жерде артық не екен? Доп. Артық затымыз доп екен. Солай ма? Доппен не істейміз біз? Ойнаймыз. Ойнаймыз. Қандай сабақта ойнаймыз? Дене сабағы. Дене шынықтыру сабағында. Тамаша. Келесі тапсырманы орындайды. Кім орындайды? Орындаймыз. Келе Толғанай.
дұрыстап. Бұл жерде суреттердің ішінде ненің суреті бейнеленген? Қандай суреттер бейнеленген? Қияр, көкөністер. Көкөністер берілген, иә? Осы көкөністердің ішінде қай сурет артық болып тұр? Алма. Алма. Алма қай жеміске жатады екен? Жеміс жидекке жатады екен ол. Жеміс жидекке жатады. Ал қалған өсімдіктер көкөністерге жатады екен. Солай ма? Тамаша. Келесі тапсырма. Жанболат келе ғой. Келесі тапсырмада қараймыз. Суретте артық затты көріп тұрсың ба? Артық зат не бұл жерде? Не үшін сәбіз? Ол көкөніс. Ол көкөніс. Ал қалған суреттер? Жеміс. Жемістер екен. Тамаша. Отырамыз орнымызға. Керемет. Ендеше балалар, біздің дидактикалық ойын сабағымыздың келесі тапсырмасы, үшінші тапсырмасына келіп жетті. Бұл сөз құрастыру ойыны деп аталады. Сөз құрастырамыз. Яғни, бұл жерде ойынның мақсаты берілген әріптерден мағыналы сөздер жасаймыз. Мағыналы сөздер жасаймыз. Балалар, қолдарыңызда, алдарыңызда қағаз түрінде әдемілеп шығарып қойдық. Солардан үшінші тапсырманы ішінен тауып алып орындаймыз жылдамдап. Бірінші, кім айтады? Сөздерді орнымыздан тұрып айтайықшы. Орнынан тұрып айта ғой, Рамазан. Қалам. Қалам. Келесі қандай сөз? Парта. Парта. Үшіншіден? Апай. Апай. Төртінші? Ата. Ата. Бесінші? Оқушы. Оқушы. Тамаша. Рамазан тамаша. Келесі тапсырманы. Келесі кім айтады? Жанболат? Алтыншы. Бастаймыз. Алтыншы қандай сөз шығады екен? Сынып. Жетінші. Көмектесейікші балалар. Қандай сөз шығады екен жетінші? Апай. Аха. Орындық. Жетінші. Дәптер. Дәптер, тамаша. Алтыншы сөзден бастап сөз құрастырып бастаймыз. Алтыншы тапсырма. Бас әріптен бастаймыз. Үлкен әріптен бастап оқимыз. Сынып. Келесі жетіншісі. Дәптер. Сегізінші. Аспан. Дұрыс. Ағаш. Жер. Тамаша. Келесі. Қандай тапсырма? Қандай тапсырма? Балта, тамашай. Келесі. Көмектесеміз, кім көмектесеміз? Тамақ, тамаша. Есік. Үлкен әріптен бастап оқимыз. Көлік, тамаша. Отыра орыңыздар. Дәптерде жылдам орындаймыз. Кім орындайды? Тездетіп оқып береміз. Үлкен әріптен бастап оқимыз. Тапсырмасына келеміз. Балалар жаңа шашылған әріптерді біз жинақтап сөз қылдық. Солай ма? Ендеше біздердің төртінші тапсырмамыз жоғалған әріпті табамыз. Сөздің ішінде жоғалған әріптерді табамыз. Бұл жердегі сөздің мақсаты, яғни бұл тапсырманың мақсаты сөз құрылымын тану, есте сақтау және салыстырамыз сөздерді бір-бірімен. Келесі қараңыздар, мысал ретінде біздерге сөз берілген. Яғни 5 әріпті сөз берілген. Ортасында бір әріп түсіп қалған. Қандай әріп түсіп қалды деп ойлайсыздар? Қараңызшы. Қолды көтеріп айтамыз. Апай. әріпі. Қандай сөз шығады? Кітап. Кітап.
Келесі. Айтағы келесі. Мұз. Мұз. Үшінші қандай сөз шығады? Бал. Үшінші тапсырманы айтамыз. Бала. Бақша. Бақша. Төртінші қандай сөз шығады? Орындық. Орындық. Айна. Айна. Үстел. Үстел. Тағы? Елек. Ерекше. Қараңыз. Балалар, қараңыздар. Кітап дегенде қандай әріп түсті? Әріпі түсті. Мұз дегенде қандай әріп түсті? Жоқ. М әріпі. Бақша дегенде қандай әріп жоқ екен ортада? Бақша дегенде қандай әріп жоқ екен? Қ. Қай жерінде жоқ? Ортасында жоқ. Одан кейін келесі сөзіміз қандай еді? Орындық. Орындық. Қандай әріптер жоқ ортадан түсіп қалған? Әріпі, екі әріпі түсіп қалған. Дауысты дыбыстар. Одан кейін қандай сөз шығып еді балалар? Айна. Айна сөзі. Айна сөзінің бас әріпі түсті. Солай ма? Бас әріпі. Одан кейін үстел. Т әріпі түсті екен. Жақсы. Тамаша. Отыраған орындарыңа. Балалар, біздің енді жаңа жоғалған әріптерді біз орындарына қойып таптық. Бірінші, үшінші тапсырмамызда әріптерді, шашылған әріптерді жинастырдық, сөз қылдық. Келесі жоғалған әріптерді біз ішінен түсіп қалған әріптерді орнына келіп сөз қылдық. Енді балалар, біздің 5-ші тапсырмамыз сөйлемді жалғастыр ойында екен. Яғни, бұндағы ойынымыздың мақсаты сөз тіркесін дұрыс құрау, сөйлемнің құрылымын тану, қисынды ойды жалғастыру. Біздің бұндағы тапсырмамыз жаңағы сөздердің барлығын біздер шашылғанын, түсіп қалған әріптерді барлығын жинап алып келдік. Ендеше сол сөздерден сөйлем құрайды екенбіз біздер. Солай ма? Келесі мысалы дейді. Мұндағы бізде беріліп тұрған сөйлем құраймыз. Бүгін ауа райы Тамаша. Тамаша. Қандай сөзді құрадыңдар сендер? Тамаша. Тамаша сөзін құрадыңдар. Қараңыздаршы, бір сөйлемнің ішінде қанша сөз тұр айтайықшы? Бүгін ауа райы тамаша. Неше сөз екен? 4 сөз. Бір сөйлемде 4 сөзді сөйлем құрадық екен. Келесі мысалды кім келтіреді? Орнынан тұра тұрған Мен мектепке бардым. Қандай сөзді құрадың? Бардым сөзін құрадың. Мен мектепке бардым сөзінде неше сөз болады? 3. Қандай өз қолыңмен? Мен мектепке бардым. Тамаша. Отырам орнына. Келесі. Кеше дүкеннен су алдым. 4 сөзді сөйлем құрадыңыз. Жақсы. Келесі мысалды. Толғанай орындайсың ма? Айта ғой. Анам маған автобуста телефон берді. Тамаша. Қандай сөздер құрадың? Телефон берді. Құраған сөйлеміңді санашы неше сөзден келеді екен? Анам маған автобуста телефон берді. 5 сөзді сөйлем құрадық. Келесі тапсырманы Жанболат орнына қойшы. Мектепте оқушылар сабақ оқыды. Қандай сөздер құрады? Сабақ оқыды. Тамаша. Келесі тапсырманы Рамазан қандай сөз құрады? Мен табиғат аясында серуендедім. Мен табиғат аясында серуендедім. Неше сөзде? 4 сөзді бір сөйлем. Былай ма? Тамаша. Біздің келесі орындайтын тапсырмамыз бойымызды сергіту сәтін жасайық. Жарай ма?
ойындар тапсырмаларымыздың 6-шысына келіп қалдық. Я, бұл да қай сөйлем дұрыс ойын екен. Мұндағы ойынның мақсаты грамматикалық құрылымды дұрыс таңдаймыз, қате мен дұрыс формасын табамыз екен, яғни салыстырамыз екен. Мұнда бірнеше мысалдар берілген. Жаңа балалар, сіздер сөздерден сөйлем құрадыңыздар. Осы сөйлем құрау арқылы біздер қайсы сөйлем дұрыс, соны тауып шығамыз сөздердің ішінен. Жарай ма? Бірінші мысалда мен мектепке барды. Есте сақтап отырамыз. Мен мектепке бардым. Үшінші, мен мектепке барады. Қол көтеріп дұрысын айтамыз. Мен мектепке бардым. Мен мектепке бардым. Яғни екінші нұсқасы дұрыс. Солай ма? Келесі тапсырманы оқимыз. Олжас сабақ оқыды. Сабақ Олжас оқыды. Олжас сабақ оқиды. Қайсысы дұрыс? Рамазан айтады. Олжас сабақ оқыды. Келесі тапсырма. Атам барды базарға. Барды базарға атам. Атам базарға барды. Қайсы нұсқа дұрыс? Үшінші. Келесі мысалда. Үйді тазалады Айгүл. Айгүл үйді тазалады. Тазалады үйді Айгүл. Қай нұсқасы дұрыс? Кім қол көтеріп айтады? Екінші нұсқасы дұрыс. Айгүл үйді тазалады. Айгүл үйді тазалады. Тамаша. Келесі балалар, мұндағы сұрақтар сөздеріміздің барлығы 3 сөзден құралған сөйлем екен. Ендеше астындағы 4 сөзден құралған сөйлемді біз дұрысын табуымыз керек. Бірінші нұсқасы сабақты оқыды жақсы Гүлнұр. Есте сақтап аламыз. Гүлнұр сабақты жақсы оқиды. Оқиды жақсы сабақты Гүлнұр. Сабақты оқиды жақсы Гүлнұр. Қайсысы нұсқасы дұрыс? Екінші нұсқасы дұрыс. Гүлнұр сабақты жақсы оқиды. Тамаша. Балалар, ендеше біз келесі 7-ші тапсырмамызға келейік. Бұл жерде 7-ші тапсырмамызда біздер шашылған әріптерді жинадық, сөзден сөйлем құрадық, ендеше мақал мәтелдерге келейік. Солай ма? Мақсаты бұндағы сөздің ұйқасын орнымен табуға, ұшқыр бойлауға үйрену бізді. Қараңыздар. Бірінші мысалымыз. Туған жерде жер болмас, туған елде кім айтады? Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Келесі. Тамаша. Отырамыз орнымызға. Келесі мақалды кім жалғастырады? Әке қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер. Тамаша. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Тамаша. Тамаша жақылады. Толғанай айта ғой. Еңбек етсең елме, қарның Тояды. тіленбей. Тояды, қарның тіленбей. Тамаша. Келесі. Жапылат айтасың ба? 6-шысы. Орнынан тұрамыз. Оттан да ысты. Тамаша. Отырағын орнына. Келесі 7-ші мақалды кім жалғастырады? Еңбек еткен мұратқа сеткен. Тамаша. Толғанай жалғастыра ғой. Отанды сүй, Отанды сүю неден басталады? Отбасынан басталады. Рамазан айтасың да, орнынан тұрып айтады. Әке асқартау, ана бұлақ, бала Жағадағы құрақ. Бала жаңаға мына мақал мәтеліміздің жалғасы бар. Яғни біз тақтада орындаймыз екен. Солай ма? Қанекей, бірінші
Кім орындайды екен? Рамазан келе ғой. Күш білімде, білім кітапта. Күш білімде, білім кітапта. Тамаша. Отыра орныңа. Тамаша. Келе ғой толғанай. Тапсырманы айта ғой. Жауабы қандай? Балапанды. Балапан. 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 Иә. Балапан ұяттан нені көрсін, соны ұшқанда іледі. Соны іледі. Келесі тапсырма. Кім болады келе ғой? Көз. Көз қорқақ. Қол батыр. Қол батыр. Тамаша. Келесі біздің тапсырмамыз қазақ тілі сабағында өтетін синоним тап ойын екен. Бұл тапсырманың мақсаты сөз мағынасы мен оның байланыстарын тануымыз керек. Мысалы, әдемі. Әдеміге ұқсас қандай сөздер бар екен? Қолымызды көтеріп айтамыз. Рамазан айта ғой. Сұлу. Сұлу, тағы Көрікті. көрікті, Көркем. көркем. Яғни бұл жерде синонимнің ережесі балалар. Бұл жердегі синонимнің ережесі мағынасы бір-біріне ұқсас. Яғни мағынасы бірге жоқ. Екінші сөзіміз қандай сөз екен? Ұзын. Ұзын сөзіне қандай сөздер ұқсас? Биік. Биік, Ал тау. таулы, биік деген сөздер келеді екен, Үшінші сөзіміз қандай сөз екен үшінші сөзіміз? Ақылды. Ақылды. Ақылды сөзіне ұқсас сөздер айтайықшы. Білімді. Білімді. Мейірімді. Мейірімді. Қуану. Қуану сөзіне жоқ сөздерді айтайық. Шаттану. Шаттану тағы. Күлу. Күлу. Секіру. Секіру. Дұрыс айтасың. Қалай секіреді? Қуанып секіреді. Балалар. Келесі сөз. Өкіну. Өкіну. Жылау. Өкінуге. Жылау. Ренжу. Осы сөздер жоқ екен. Солай ма? Ал күштіге? Мықты. Батыр, мықты. Қайратты. Қайратты. Дұрыс айтасың. Осындай сөздер жоқ екен. Синонимнің ережесі балалар мағынасы бір-біріне жоқ сөздерді айтады екен. Келесі тапсырмамыз балалар. Антонимін тап дейді. Яғни біз антонимін табамыз екен. Яғни антонимнің бұл жердегі бізде мақсаты қарсы мәндес сөздерді тауып мағынасын меңгеру. Антонимде қарама қарсы сөздер екен. Қарама қайшы келетін сөздер екен. Үлкенге кіші, аққа қара, биікке аласа, жуанға жіңішке, алысқа жақын, жақсыға жаман екен. Мұнда біздерге әр тапсырманы орындаған сайын бағалау симонимдері беріліп отыр. Барлығыңыздар өте жақсы қатыстыңыздар. Рамазан, Төлен Рамазан. Келесі. Толғанай, Табылова. Үшінші, Исанов Жанболат. Рамазан өте жақсы қатысты. Толғанайдар өте жақсы қатысты. Жанболатта өте жақсы қатысты. Балалар, осыменен бүгінгі біздің қазақ тілі әлеміне саяхат атты дидактикалық тапсырмалар, яғни ойындарымыз, осы сабағымыз өз мәресіне жетті. Барлығыңызда өте жақсы қатыстыңыздар, тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Барлығыңызға да рахмет, сау болыңыздар.